Сәлем, мен Женекем, және сенің каналдасың. Бүгін мен білеміз, бұл көптен бері ютубқа каналыма вообще видео келмедім. Сондықтан да бүгін мен Back to School рубрикасын көрсетем. Және де жоқ, мен ештеңе жасамаймын. Бұл жолы біз деген обзор менің сумкама жасайтын боламыз. Яғни біз уже 1 сентябрьға дайындалдық. Вот мына менің сумкам. Мектепке апаратын сумкам. Өзі типа джинсовый, аржақ джинсовый, алды да білмеймін, джинсовый ма. Но это не понимаю. В общем, осындай мысықтың суреті бар. Сондай крутой мысық өзім. Экранда какой-то стерео қап-қара сияқты, но на самом деле кішкене көктеу. Вообще міне осындай сумка алдық. Мінекей. Мынаның бәрі магнитта, менде застежечкалар жоқ, менде бәрі магнит. И бір жақсысы бұның рюкзактың замогы жоқ, ол мынандай арқамен бар. В общем, ең бірінші ең кішкентай қалталарынан бастайық. Так, ең кішкентай ол менде бір қалтам. Магнитпен айтқандай міне магнитный. Бұның ішінде не бар? Бұның ішінде менде антисептик бар, және де салфеточка влажный. Магнитпен 200 градус вот. Все. Мына жақта не бар енді? Мына жақта менде 2 желім бар. Болды. Ештеңе жоқ. Так, енді мына қалтасында ең интересный, соның ішінде оны соңына қояйық. Енді мына қалтасын ашамыз. Магнитпен ашылатын 2 қалта тоже. Бұл жақта арқанмен ашылады. Достар, әкем келіп беріп қалды, сондықтан да давайте дальше. Жаңа айтқанымда мына құлақ ашылады, и мына жерде мынандай застежечкасы бар. Сонымен ашамыз. Сонымен түсіреміз, сосын мына оңай ашылады. Мінекей болды. Қазір енді сіздерге телефон жаққызып ішінде не бар екен. Достар, мінекей былай ашқан болатынбыз. Мына ішін ашқан болатынбыз. Мен если что көп жасаңыздар, төсегімнің үстінде отырмын. В общем, міне ашып көрейік. Мына жерде менің артында қалта бар. Осындай. Бұл жақта мен дәптерлер сап қойғам сразу. Обычный дәптер, сондықтан интересно. Еще маска сап қойдым. И болды. Сосын мынандай бумажечкалар дәптердің ортасында кейде диктант жазыңдар деген кез үшін. Так, оларда не интересно. Так, оның ортасында мына жақта қалта бар. Но қазір мен оны қармас бұрын, мына жақта кішкентай 2 қалта бар менде. Мына жаққа мен телефон саламын. Потому что телефон самый дәу қалтадан тұру керек, сол кезде ғана ол жоғалып кетпейді. Ақыры телефондағы қалтаға сияды екен. Өзі ыңғайлы. И мына жерде менде айна бар. Айна тарағым бар. Ондай айна тарақтарды вообще білесіздер ме сіздер? Қазір көрейік. Айна тарағым, кішкене айна тарағыма кішірек, конечно, ну вот. Обычный айна тарақ. Көрген шығарсыздар ондайларды. Тарақ ашылады. Айтпақшы көрдіңіздер ме, мен новый чехол алдым наконец-то. Қанша жылдан кейін даватым, оған немене прозрачный болатын, потому что мен вообще маған чехол келмеген таба маған болатын, өзіміз тұратын үй жақтардан. Қалаға бару керек болды, сосын алмадық. Вот осы өткенде бір рет осы канцелярия алған кезде тауып алдық. В общем, енді көрейік. Ең ішінде мына жақта пакетикті не десеңіздер, бұл менде. Қазір шығарайын, бұл общий тетрадь. А мына пакетик оның ішінде не екенін көрсетейін. Бұл менде осындай линейкалар. Бізде уже қазір география, алгебра, химия, сондай пәндер болады. В общем, сондай мен біреусінде білмеймін қай пән дейді, географияға или геометрияға керек шығар. Геометрияға керек сияқты маған. Мына жақта осындай 2 линейка бар, 3 бұрыш мына жақта, мына жақта. Мына жақта тағы да бір линейка болған, кәдімгі 20 сантиметрлік, и мына жақта андай радуга сияқты қалайды. Транспортир. Сондай транспортир болған, бірақ олар мен пеналдың ішінде, сондықтан қазір пеналдың ішінен көресіздер. Мына жаққа қоя берейін. Мен бұны әдейі осы өзімнің осындай еще алған болатын блокнот. Ой, блокнот емес, то есть вообще тетрадь. Оның әдейі ішіне салып қойған, потому что ол сынып қалуы мүмкін. В общем, ішінде тағы да не бар? Ішінде тағы да менде тоже сондай общий тетрадьтар. Мынау общий тетрадь бұл 92 беттік. Бұл менде өзімде болған. Маған әкем алып берген болатын. И мына жақта барлығы уже бірдей суретті. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 5 общий тетрадь бар. Мынау мен алдым, мынау мен 7. Барлығы менде 7 общий тетрадь. Так, енді мына жерде менде күнделік бар. Обычный простой күнделік. Ешқандай интересный ештеңе жоқ. Обычный сол баяғы. И ішінде менде бұл жақта өзімнің пеналым бар. Бұл жақта ескі және новый пеналым бар. Ескі пеналдан бастайық. Өзімнің сол ескі пеналым. Қайтын осында апарам, және новый пенал алдым. Бұл ескі пеналға мен запасной заттар сап қоямын. Например, қазір еще бұны кішкене жуу керек. Оғанда влажный салфеткамен можно срисовывать. Вот, например, мне жаңағы мен линейкам айтқан 20 сантиметрлік. Жаңа өзімнің пеналыма маған сыймай қойды. Сонда мына пеналға әйтеуір салдым. И мына жақта қара ручка, қалың ручка и вот что. Степлердің оқтары, достар. Степлердің оқтары. Потому что мен степлер алдым. Еще какой-то ручка. В общем, сондай заттар. Тұра берсін. И вот мына жақта өзімнің новенький пеналымды көрсетем. Соның ішінде не бар екен көрсетем. Вот.
менің новый пеналым. Мен вообще хотела прозрачный, но мынауды уақытта болмағаннан кейін осындай кішкене прозрачныйға, өзі прозрачный, өзі кішкене осындай розовый нежненький пенал алдым. Камера, конечно, сіздерге светін дұрыстап көрсетіп тұрған жоқ, но на самом деле бұл розовый. Мынақты осындай мягенький, сондай ручечкасы. Ашамыз. И ішінде мендегі, міне, ең бірінші көріп тұрғандарыңыз. Карандаш простой, обычный. Мына біз қылпачақ қиыз қойдық, потому что ол үшкір. Келесі көшетті ол менде обычный өшіргіш белый. Келесі көшетті ұштағыш, вот такой вот розовенький, фиолетовенький. Потом мне айтқан транспортир, бізге ол обязательно керек. Потом прозрачный қайшы. Прозрачный бұл. Потом менің өзімнің алдыңғы жылғы циркуль, потому что ол целый, не вредимый. Біз оны еще аз қолданғанбыз. Екі обычный ручка, еще ашын тағы да алып қойғанбыз. И еще вот айтқандай степлер. Розовенький, күшті ыңғайлы. Өте керемет, вместительный, мини түрі ғой. И тағы да не десеңіздер, менде не деп ойлайсыздар? Комментарийға жазыңыздар. Давайте 5 секунд берем. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл менде бір лочек қыстыр қойылай қалады. Но не финал мүшін тұрады. Бұл менде канцелярский нож. Да-да-да, канцелярский нож. Өйтіп итерген кезде бұл ішіне қарай көреді. Сондықтан да бұл кескенге ыңғайлы. Әрине оң қолмен алып тастайды оны. Осындай ыңғайлы бүйтіп канцелярский нож. Мини түрі бұл тоже өте ыңғайлы. Мектепке апаруға атады түрін алғанша осы кішкентай түрін алған ыңғайлы. В принципе, нормально. Былай кесесің керек заттарында и все. Қазір дәл барлығын қазір жинап алайын, сосын сіздермен келісеміз. Достар, мен пеналдардың бәрін жинап қойдым. Мен сіздерге сумкамның ішін көрсетейін. Бұл өте үлкен өзі сумка. Бұның ішіне ағылшын, сондай біз үлкен ғой ағылшындар, солар сыяды, кәдімгідей қандар қолын бәрі сыйып тұр. Сосын айтпақшы мен сіздерге ішінен қап алған болдым, прозрачный обычный қап, дәптерге арналған. Бұл осымен дәптерге арналған, и все. Басқа ішінде ештеңе жоқ. Осы үлкен қалтасында өте үлкен, кең көріп тұрсыздар. Кішкене новенький болғандықтан мына жерлері қайылып қалыпты, но бір-екі келгеннен кейін нормально. Бәрі нормально болады. Енді бәрін мына ішіне салып алайын. А то мен беспорядокты ұнатпаймын. Все, достар, нақтадым жоқ өткен бәрінің ішінде. Өз көріп тұрсаңыздар, сумкам өте кең, өте ыңғайлы, вместительный. Так, енді қазір мынаның бетін жабу керек аузын. Бірақ мен бұны бір қолмен әрине жаба алмаймын, сондықтан да сіздермен жауып болғаннан кейін көрсетеміз. Қазір мына қалтасын ашатын болғымыз, бұл жақта самый интересный заттар бар. Қараңыз, достар, мен всегда өйтіп бантикті байлап қоямын, енді осыны кішкене қысқа болып тұрады. Можно не думаю, былай бір-екі рет өйтіп өткізіп жүруге, чтобы ол осы болатын маған слайдерін айтып бантик қоямыз. И бетін былай магнитмен жабыстырамыз. Мне, наверное, магнитмен. Раз. И второй. 2. Все, енді мынау самый интересный деген бөлімін ашайық. Байлашын жатқызып қояйық. Бұл жақта менде өңкей декоративный заттар, сондықтан да вообще күшті болады. Тадам, ең бірінші болып көріп тұрған бұл самый үлкен ол менде бәрі шығып кетті ғой. Фломастер. Осындай фломастер, 12 цвет бар, фиолетовый. В общем, мына жақта қандай цветтер көріп тұрсыздар, бәрі осы дәл осындай цветтердің барлығы бар. Көріп тұрсыздар ма? Мына жақта осындай көрініп тұр, цвет. Ой. Вот цвета, осы цветтердің барлығы осының ішінде бар. 12 цвет өте керемет жазады екен. Самый главный бұл жақта көріп тұрсыздар ма? Мына осындай цветтер бар. Самый главный бұл жақта көріп тұрсыздар ма? Если бұл киімді осы фломастермен бояп алатын болсақ, онда оны обязательно көріп тұрсыздар можно помыть. И осындай етіп қатты толық етіп жазуға болады. Вот так вот. Мынау не деген сөз екенін түсінген жоқ. В общем, осындай керемет фломастер маған өзіме қатынады. Так, после этого бізде мынақта менде тұрған текстовыделитель. Мен 4 штугын алдым, как раз маған мини түрі. Еще мынау ыдысы сондай күшті. Қалаш? Бұл текстовыделитель өте керемет, өте маған қатынады. Өте керемет цвета, өте керемет во всем. Как раз маған 7 класста осындай керек болады. Текстовыделители керек. Еще маған қатынады тоже. В общем, потом менде такие вот цветные линии, цветные ручки деуге болады. Алты цвет, бұл жақта дәл сондай застежечка сыммен. Вот такой вот. Бұл жақта алты цвет, розовый, фиолетовый, желтый, сосын көк, зеленый и оранжевый. Потом ішінде тағы не бар десеңіздер, бұл менде осындай закладка үшеу менде, тағы да үшеу болған, ол нұрайда. Вот, мына яғында өте осындай қызыл цветта, мына яғында осындай білмеймін қандай цветта. В общем, өте керемет закладкалар, как раз маған керек болады кітаптарға. Мен еще көп емес бұл кітап. Потом менде стикеры. Бұл білмеймін, не үшін екен, ол үй жұмыс бірден болғанда мен сол беттерді белгілеп қоямын кейде. Сол үшін керек деп ойлаймын, өздері өте керемет, маған қатынаған.
Так, потом ішінде менде бар ол осындай стикер, бұл өзімнің стикерім. Обычный стикер, бұл өзімдікі үйде тұрған. Как раз ютубке керек болып қалуы мүмкін деп ала салдым, бірақ бұл өзімдікі, сондықтан да бұяқта аз қалған. Так, в общем, ішінде басқа ештеме жоқ, сонымен міне заттарым. Сосын ескертіп қоймын, декоративный скотч алмадым. Біз уже сентябрь болады ғой, уже сол кездерде барып тағы да канцелярия купить етеміз. Сол жерде уже алуымыз мүмкін. Ол жерде уже сол нені қалайды, декоративный скотч. Еще маған личный дневник бітіп қалды, достар. Сондықтан да неге личный дневникпен видеолар жоқ деп ойлап отырсаңыздар, потому что мен личный дневник бітіп қалды. И сол кезде сразу же маған личный дневник, то есть блокнот алып береді. Достар, менің осылай обзорчигім, менің сумочкам подошел к концу. Мен потом бір күні сіздерге осы заттар алып қоямыз, киімдер, то есть формалар. Соны сіздерге, может быть, көрсететін боламын киім тұрып, может, ал мектепке барып жүрген кездерде болуы мүмкін. Яғни сентябрьда әйтеуір көрсететін боламын. Уже мектепке барып жүрген кездерде киіп сіздерге образыммен влог сияқты етіп көрсететін боламын. Сол кездерде вот сіздер менің образымды көретін боласыздар. Өте керемет тоже наряд алдық, өте керемет болды. Соны сентябрьда күтіңіздер, міндетті түрде маған подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, және тағы да қандай рубрикалар түсірейін жазуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын, сау саламат болыңыздар.